Ақыр заман басталды. 12 жұлдыз белгісі сенің паналайтын жеріңді анықтайды. Мен мұны жай ғана интернеттегі әзіл шығар деп ойлағанмын. Бірақ бір айдан кейін ақыр заман шынымен келді. Дәл қазір үңгірдің сыртында ақ қар қалың жауып тұр. Ауа температурасы -80 градусқа дейін төмендеген. Ал мен қысқа жеңді жейде киіп, көктемдей жылы баспанада отырмын. Қуырылған ет жеп телефонымнан қысқа видеолар қарап отырмын. Ал сыртта кезінде мектептің ең танымал жігіті болған Иван үсіп көгерген қолмен есікті жанталаса қағып жатыр. Есе-ау, есікті ашшы, өтінемін. Бір жұтым болса да тамақ берші, мен қатып өлейін деп тұрмын. Шынын айтсам, бүгін осындай күйде отырғаным үшін оған алғыс айтуым керек шығар. Бір ай бұрын наурыздың аптап ыстық күндерінің бірінде мен өзімнің шағын дүкенімде желдеткіштің алдында отырғанмын. Кенет есік тарс ашылып, Иван ішке жүгіріп кірді де қолымнан ұстап алды. Есе-ау, бір айдан кейін ақыр заман басталады. Сенің дүкенің бірінші болып тоналады. Маған сен. Тез азық-түлік жинап тығылып қалуымыз керек. Мен оның сөзіне таң қалғанымнан емес, дәл сол сәтте қолыма тигенде басымда суық үн естілгендіктен қатып қалдым. Тамаша, мен қайта тірілдім. Өткен өмірімде мына әйел ақымақ еді. Бұл өмірде дүкенде ішіндегі барлық азық та менікі болады. Қолым дірілдей бастады, бірақ қорыққанымнан емес, ашудан. Біз Иван екеуміз кішкентайымыздан бірге өстік. Мен ауыр жұмыстан кетіп өтемақыма ауылға келіп дүкен аштым. Ол үнемі тегін ішіп жеп кететін. Мен оны туған ағамдай көретінмін, ал оның бойында тек есеп жатқан екен. Мен үндемеген соң иығымнан сілкіп жіберді. Іштегі ойы барған сайын анық естілді. Өзіңді неге сонша ақылды қыласың? Ақыр заман келгенде жалғыз әйел болып не істейсің? Ақыры менің қорғауыма жалынып келесің. Көп жылғы жұмыс тәжірибемнен қалыптасқан актерлік қабілетім сол кезде пайдаға асты. Мен бірден қорыққан кейіп таныттым. Иван, мен саған сенемін, дүкенді саған тапсырамын. Мен азық жинауға кеттім. Осыны айтып сыртқа шықтым. Бірақ ешқандай супермаркетке бармадым. Бірден ауыл сыртындағы тауға қарай бет алдым. Онда бала күнімде тапқан қараусыз қалған үлкен үңгір болатын. Кіреберісі жасырын, іші өте кең, тіпті ішінде жерасты өзені де бар еді. Мен бірден ауылдағы ең сенімді құрылыс шебері Ли ұстамен хабарластым. 3 есе ақы төлеп, құпия сақтау келісімін жасадым. Оған үңгірді шұғыл түрде қайта жабдықтауды тапсырдым. Ұста, 15 күннің ішінде бұл жерді 100 жыл өмір сүруге болатындай қауіпсіз баспанаға айналдырыңыз. Мен оған көп ақша бердім. Сызбада темір қорғаныс есігі, жеке желдеткіш жүйесі және су мен электр жүйесі көрсетілген еді. Ли ұста таңғалып қалды, бірақ ештеңе сұрамастан жұмысты қабылдады. 15 күннен кейін үңгір адам танымастай өзгерді. Қалың қорғаныс есігі ішкі және сыртқы әлемді толық бөлді. Күн батареялары мен дизель генераторы қосымша электр көзі болды. Жерасты өзенінің суы сүзгі арқылы тазарылып, құбырларға қосылды. Таймайтын плиткалар төселді. Жаңарған үңгірге қарап, өзімді қауіпсіз сезіне бастадым. Кейінгі күндері фургамен әр жерден азық жинадым. Мен супермаркетке барған жоқпын, тікелей өндірушілермен жұмыс істедім. Күріш, ұн, түрлі дәнді дақылдар, су тазарту құрылғылары мен 100 жылға жететін сүзгілердің қорында алдым. Азық жеткілікті болғанымен көңілімде күмән қалды. Иван тек ақыр заман болатынын айтты, бірақ оның қандай апат екенін айтпады. Зомбилер ме әлде табиғи апат ма? Егер қателессем, барлық дайындығым босқа кетеді. Сондықтан өзім анықтауға бел будым. Оның шын ойын білгім келді. Даусымды қорыққанда дамша шығардым. Иван, қатты қорқып жүрмін, біраз азық жинадым, бірақ көңілім жай емес. Тағы біраз мәлімет айта аласың ба? Мысалы, ақыр заман келгенде ауа райы қандай болады? Соған қарай дайындалайын. Зомбилер болады. Бірақ ең қауіптісі күннің аптап ыстығы. Температура өте жоғары болады, сондықтан салқындататын заттарды көп ал. Ол сөзін аяқтамай жатып, тіпті телефон арқылы да анық естілді. Ақымақ, расымен сеніп қалды. Жалғыз зомбилер жеткіліксіз. Нағыз апат ақыр заманнан бір ай өткен соң басталатын сұрапыл аяз. Мен оны желдеткішпен қысқа жеңді киім алуға алдаймын. Сонда қатып өледі. Сонда ғана дүкендегі азық-түлік менікі болады. Қатты аяз. Осы екі сөз найзағайдай санама соғылды. Мен әңгімені тез аяқтап, сатып алу жоспарымды бірден өзгерттім. Бұрынғы азықтар негізгі қорғана еді. Ең маңыздысы қатты аязға дайындалу. Мен бір қойма толы ұйықтайтын қаптар, жылы күртелер, өздігінен қызатын бұйымдар сатып алдым. Сонымен қатар көп мөлшерде көмірге тапсырыс бердім. Ақыр заманға бір апта қалғанда Иван тағы хабарласты. Дайындық қалай? Мен шаршағандай болып жауап бермедім. Айтқанды түгел істедім. Бар ақшамды жұмсадым.
Көп желдеткіш пен салқын төсеніш сатып алдым. Телефонның ар жағында бір сәт үнсіздік орнады. Артынша оның іштей қатты қуанғанын сездім. Мақ, шынымен желдеткіш сатып алыпты. Қатып өлесің. Бірақ сырттай ол. Жарайсың. Осылар ең маңызды заттар. Есте сақта, ең бастысы ыстықтан қорғану. Телефонды қойған соң артымда үйіліп тұрған көмір мен қалың киімдерге қарап күлдім. Соңғы 3 күн қалғанда ең маңызды ісімді атқардым. Түнгі 2-де бүкіл ауыл терең ұйқыда жатқан. Мен қолғап киіп, қосалқы кілтпен дүкенді соңғы рет аштым. Іші бұрынғы қалпында еді. Сөрелер тауарға толы. Ефань бұл дүкенді әлдеқашан өзімдікі деп ойлаған. Сондықтан соңғы күндері келіп те қарамаған. Мен 2 сағат ішінде фургонмен 6 рет қатынап барлық тәттілерді, қоймадағы қораптарды, тіпті кассадағы батарейкаларға дейін түгел алып кеттім. Бос қалған сөрелерге қарап, кілтті жол шетіндегі лас суға лақтырып жібердім. Сәуірдің соңғы күні нөсер жаңбыр құйып кетті. Ішім бір нәрсені сезді. Осы жаңбыр тоқтаған соң әлем мүлде өзгереді. Мен соңғы рет сыртқа шығып, қаңғыбас мысықты тауып, оны үңгірге алып келдім. Қорған есік артымнан баяу жабылғанда жүрегім ерекше тынышталды. Сосын арнайы дайындалған шағын экожүй аймағына бардым. Онда сатып алған балапандарым шиқылдап, жем шоқып жүр. Қояндар тыныш қырыққабат жапырағын кеміріп жатыр. Ал мысығым көзін ашып, айналаны қызықтап қарап отыр екен. Ал сырттан нөсер жаңбыр дүниені толық жауып тастаған. Менің жаңа өмірім дәл сол сәтте басталды. Паналау орнына кіргеніме 3-ші күн болғанда, ауа температурасы күрт төмендеп, небәрі бір түннің ішінде әлем әп-сәтте -60 градуста болатын мұз құрсауындағы дүниеге айналды. Күнделікті өмірім бұрынғыдай қалыпты жалғаса берді. Таңғы сағат 8-де жасанды күн сәулесін беретін шам дәл уақытында жанды. Мен өзіме таңғы ас дайындап қойған едім. Жаңа ғана піскен жұқа қамырлы шырынды ет салынған буға піскен бәліштер. Артынша соя сүтінен бір ұрттадым. Денем түгел жылынып кетті. Дәл 2-ші томпиған ыстық бәлішті ала бергенімде, үстел үстіндегі телефон кенет шырылдап қоя берді. Қоңырау шалған Ефань еді. Ол ашуға булығып айқайлап жатты. Мен бәліштен бір істеп алып, аузым толып тұрған күй күмілжіп жауап бердім. Сол сәтте телефонымның арғы жағында өлі тыныштық орнады. Артынша оның тістеніп тұрған ішкі ойы санама анық жетті. Жақсы болған екен. Мен қайта өмірге келіп қана қоймай, азық жинау жүйесіне де ие болдым. Кеңістіктегі қоймама ондаған қорап өздігінен қызатын хот-пот пен минерал суы бар. Мен өлмеймін. Жүйедегі заттарды анықтайтын радар арқылы оның орналасқан жерін тапсам болды. Өзінде бүкіл азығыңда тартып аламын. Осы ойды естігенде тамақ жеп отырған қолым тоқтап қалды. Ернімнің бұрышында баяу мысқыл күлкі пайда болды. Енді түсіндім. Қайта туғаннан кейін неге сонша сенімді болғанын, неге өзі азық жинамағанын, тек басқалардың қорына көз тіккенін. Сөйтсем оның да жеке кеңістігі мен азық жинау жүйесі бар екен. Бірақ қоймасында тек тамақтар ғана бар сияқты. Жылы киімде суыққа қарсы жабдықта жоқ. Менің жанарым суып кетті. Телефонды бірден өшірдім. Мен сенің келуіңнен қорықпаймын, керісінше келмей қаласың ба деп қорқамын. Өйткені қызық енді басталады. Осы күткен күндері мен де бос жүрген жоқпын. Күн сайын түрлі дәмді тағам әзірледім. Жеп ішіп рахаттандым. Кеше қой қабырғасын қақтадым. Бүгін қабырға етінен лотос тамыры қосылған сорпа қайнаттым. Әрине, үйдегі кішкентай қожайынымды да ұмытпадым. Сосын әдеттегідей тас тостағанының жанына барып отырдым. Мен оны сипап жібердім. Тура жұмсақ нан секілді. Жүні майда үлпілдек, әрі өте жұмсақ еді. Ұстауға сондай жағымды болатын. Тамақтан кейін диванға жатып, көрпеге оранып алып, алдын ала жүктеп қойған әзіл бағдарламаларын көрдім. Тамақ бар, су бар, сүйкімді мысығым да бар. Осындай жайлы өмір қандай керемет десеңші. Бір ай өткен соң бақылау бөлмесіндегі дабыл қызыл түске жанды. Монитордағы көріністе қолдары көгеріп кеткен адам бар күшімен темір қорғаныс есігін ұрып тұр екен. Бұл Ефань еді. Үстінде жұқа футболка ғана бар. Қолдары мен беті үсіп, күлгін қызыл түске енген. Кірпіктеріне мұз қатып қалған. Бүкіл денесі қалшылдап тұр. Мен сыртқы динамикті қостым. Таңғалған адамша сөйлеп едім. Ефань есікке жабысып, іштен шығып тұрған азғантай жылуды сезінуге тырысты. Сосын аянышқа шақырып шалына бастады. Жылап тұрғанмен мен оның ішкі ойын анық естіп тұрдым. Ішінде арам жоспары қайнап жатты. Сөйтсем осындай есеп құрып келген екен. Бір темір есік жүйесі бар тағдыр таңдаған адамды тоқтатады деп ойлай ма? Жүйе 300 ұпай алып, құлып ашатын құрылғыға айырбаста. Қорғаныс есігінің механикалық құлпын іске қостым. Сол сәтте есіктің артында 4 қабатты темір тосқауыл баяу сырғып шықты.
Енді қандай құлып ашсаң да бұл есікті жарты миллиметрде қозғалта алмайсың. Камерадан Ефанның қалтырап тұрып, бос кеңістіктен күміс түсті шағын құрылғы шығарғанын көрдім. Оны электронды құлыпқа жақындатты. Құлып бұзылды. Дыбыстық белгі шықты. Ефан қуаныштан жүзі бал-бұл жайнап есікті итерді. 1 секунд, 2 секунд, бірақ есік қыбыр етпеді. Ол іште ашуға булығып боқтап жатты. Мен динамикті қосып, әдейі мысқыл аралас үнмен сөйледім. Ефан мүлдем есіңнен айырылды. Боранда қалшылдап көзі төңкеріліп кетті. Ішіндегі жек көрушілікті енді жасыра алмады. Жарып жіберемін деген сөзін естігенде көзім суып кетті. Саусағым басқару панеліндегі қызыл түйменің үстіне тоқтады. Бұл сыртқы жоғарғы қысымды су атқыш жүйесі еді. Сыртта Ефан тісін қайрап, кеңістігінен қара түсті дөңгелек құрылғы шығарды. Оны есік жақтауына жапсырмақ болғанда, қолы металл есікке тиген сәтте мен бірден түймені бастым. Су лап ете қалды. Есіктің үстіндегі автоматтық қорғаныс жүйесі іске қосылды. Мұздай су дәл оның жарғыш құрылғысына шашырады. Құрылғы іске қосылмай жатып ақ су тиіп қысқа тұйықталды да түтіндеп күйіп кетті. Толық жарамсыз болып қалды. Мұздай суға малшынған Ефан бірнеше қадамнан кейін шегінді. Боранда қалтырап әрең тұрды. Мен оның қар үстінде сүрініп қабынып қашып бара жатқанын көрдім. Бейшара күйіне қарап күліп жібердім. Сыртқы динамикті қосып, оған әдейі көңілді мерекелік ән қойып бердім. Содан кейін мысығымды алып жылы бөлмеге қайттым. Сыртпен байланысты толық үздім. Ақпарат айырмашылығы осыншалық үлкен болғанда сенің жүйең күлкілі ғана. Барлық жүйелік ұпайынан айырылып, үстіне мұздай су құйылған Ефан алыстағы мұзды далада 3 күнге де шыдай алмады. Мен бақылау үшін дрон жібердім. Алғашында ол кеңістігінен өздігінен қызатын хот-пот алып жеп аман қалмақ болды. Бірақ күлкілісі сол, минус 80 градус аязда бөтелкедегі минералды суды ашып құйғаннан кейін көп ұзамай су әп-сәтте қатып қалды. Өздігінен қызатын қаптама мүлде іске қосылмады. Ол мақтан тұтқан қайта өмірге келуі де ерекше жүйесі де енді оған еш көмектесе алмады. Бірінші күні ол есікті тоқтаусыз ұрып, жалынып жалбарынды. Екінші күні қар үстінде бүрісіп жатты. Тіпті мені қарғауға да шамасы қалмады. Үшінші күннің таңында бақылау камерасында тек шексіз аппақ қар ғана көрінді. Өзін бәрінен үстем санаған айлакер, қайта туған адам, ақыры өзі алдын ала айтқан сұрапыл аяздың құрбаны болды. Ол тірі қала алмады. Уақыт зымырап өте шықты. Көзді ашып жұмғанша тағы 3 ай өтті. Сыртта әлі де қар мен мұз басқан әлем еді. Бірақ менің паналау орным өмірге толы болатын. Тіпті сүт пен қара шайды араластырып сүтті шай жасап көруге де уақыт таптым. Сол күні жұмыртқалы тәтті бәліше отырғанымда, көптен бері үнсіз жатқан радио кенеттен сытырлаған дыбысын шығарды. Ауа райы тұрақтандыру жобасы сәтті іске қосылды. Қатты аяз кезеңі жақын арада аяқталады. Барлық тірі қалған адамдар құтқару жұмыстарын қарсы алуға дайындалсын. 3 күннен кейін аспанды қағайырған зор жарылыс естілді. Мен паналау орнымның ең жоғарғы қабатына көтеріліп, үңгірдің сыртына көз салдым. Аспанда қап-қара ауыр бұлттарды көзге көрінбейтін алып соққы толқыны қақ жарып жіберді. Шатырдың шетіндегі сүңгілер еріп, тамшылай бастады. Мен қалың қысқы киімімді киіп, қорғаныс есігімнің алдына келдім. Терең тыныс алып, қосқышты баяу бастым. Есік ашылған сәтте сырттың таза ауасы бетіме соқты. Мен кеңінен керіліп созылдым. Ұзаққа созылған сұрапыл аяз ақыры аяқталды. Ал мен енді күн сәулесінің астында жаңа өмірімді шын мәнінде рақаттанып бастаймын.